Құдайым-ау достар, қараңыздар, Қызылордада бұрын соңды болмаған акция басталып кетті. Жоқ, бұл кезекті кроссовка немесе тегін палау емес. Бұл одан да маңызды, одан да қайырлы дүние десем де болады. Бүгін Ақмешіт, яғни Западта нағыз революция болып жатыр. Танымал блогер Авы Адикус бастаған үлкен қозғалыс біздің қатал климатқа төзетін 300-ден астам тал көшеттері егіліп жатыр. Мұнда не болып жатқанын қараңыздаршы. Кішкентай бүлдіршіндеріміз телефондарын тастап, қолдарына күрек алды. Олар өмірінде бірінші рет өз қолдарымен тал егіп жатыр. Мына балақайлардың көзіндегі отты көрсеңіздер, ойбай-ой, керемет енді. Нағыз болашақ демалыс орны болады бұл жер, көресіздер Құдай қаласа. Қызылорданың аптап ыстығын бәріңіз білесіздер, бірақ арада 3-4 жыл өткенде дәл осы Запад жап-жасыл желекке айналады. Елесетіңізші, шілденің ыстығында үйіңіздің қасында салқын көлеңке, таза ауа, нағыз жұмақ емес пе? Бұл игі бастама тек егумен бітпейді, ендігі кезек бізде, яғни Ақмешіт тұрғындарында. Осы 300 талды бір жұдырықтай жұмылып, суарып, күтіп баптасақ, ертең балаларымыз рахмет айтатын болады. Адикус бауырым, жарайсың, Құдай қаласа әкім болуына тілектеспін. Сіздермен бірге болған мен Қызылорда айтамыз.